күн Алматы облысы Ұйғыр ауданы нөмірі 4-ші шынжыр орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айтбақ Әйгерім Нұрәліқызы боламын. Бүгінгі менің сабағым 7-ші сыныптарға арналады. Қазақ тілі пәні бойынша. Тақырыбымыз отан үшін от кешкендер. Оқушылар дәптерлерімізді ашып, тақырыпты жазып өтсек. Жалпы сабақтың мақсаты мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтін түрінде берілетін процесті сипаттап жазу. Ал енді бағалау критерияларына келетін болсақ, мәтін мазмұнын түсінеді, мәтіндердің тақырыбын, құрылымын, мақсатты аудиториясын, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдайды, мәтін құрылымын сақтай отырып сипаттап жазады. Бүгінгі біздің тақырыбымызды ашу мақсатында қазір бір видеороликті енді кітабымыздың 150-ші бетті ашсақ, сол жерде бізде оттандастық деген тақырып көрсетілген, Енді 151-ші бетке назар аударатын болсақ, бізде фразеологизмдер туралы есте сақта деген ереже бар екен. Осы ережені жаттап алуға кеңес беремін. Енді жалпы тұрақты сөз тіркестері лексикологияда фразеологизмдер деген терминмен көрсетіледі. Тұрақты сөз тіркестерінің еркін сөз тіркестерінен қандай айырмашылығы болады? Бірінші, кемі 2 сөзден құралады. Екінші, тіркестің орнын ауыстыруға болмайды. Үшінші, жеке-жеке сұрақ қоя алмаймыз. Төртінші, тіркес бір ұғымды білдіреді. Мысал келтіріп өтсек, балалар. Жер болу, жел аяқ, инемен құдық қазғандай. Місе тұту, аш көз, тасы өрге домалау. Мысалы, тасы өрге домалау сөзін алатын болсақ, кем дегенде 2 сөзден құралады. Бұл жерде 3 сөзден құралып тұр. Сәйкес келеді ережеге. Енді тіркестің орнын ауыстыруға болмайды. Мысалға, біз өрге домалау тасы деп ауыстыра алмаймыз тіркестің орнын. Және де жеке-жеке сұрақ қоя алмаймыз. Мысалға, несі тасы, қайда өрге, не істеу домалау деп бөлек-бөлек сұрақ қоя алмаймыз. Тасы өрге домалау, яғни жолы болу. Бір ғана не істеу жолы болу, бір ғана сұрақ қоя аламыз. Және де тіркес бір ұғымды білдіреді. Яғни ол жерде 3 сөзден құралғанмен де бәрібір ең соңында адамның жолы болатынын, жолы болғыштығын білдіріп тұр.
тепсе темір үзеді дегенде де мысалға мықты, батыр екендігін көрсетіп отыр. Балалар. Ендігі кезекте балалар, сендерге дайындап қойған тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма бойынша дәптерімізді ашамыз да мына сұрақтарды түгелдей көшіріп жазамыз. Бірінші сұрақ: Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Әрине, бәріміз жауабын білеміз деген ойдамын. Екінші: Ұлы Отан соғысы туралы не білесің? Үшінші: неліктен бұл Ұлы Отан соғысы деп аталады? Төртінші: Ұлы Отан соғысының алғашқы күндері қалай болды? Міне осы сұрақтарға қысқаша 2-3 сөйлем арқылы жауап жазатын боламыз. Енді екінші тапсырма. Суретті пайдаланып, Ұлы Отан соғысы туралы қысқаша әңгіме құрап айт. Яғни сендер маған жазбаша түрде жазып жібересіңдер. Енді бұл сурет бізде өзіміздің кітабымызда 150-ші бетте көрсетілген екінші тапсырма деп. Ал біздегі үшінші тапсырма бойынша балалар, мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықта, мәтін бойынша жоспар құр, сұрақтарға жауап бер. Біздің кітабымыздың 152-ші бетін ашатын болсақ, балалар, өмір мен өлім туралы деген Баубек Боқышевтың шығармасы бар. Осы шығарманы оқимыз, жоспар құрамыз және де астындағы сұрақтарға жауап береміз. Бүгінге сабақ аяқталды. Балалар, уақыттарыңды бөліп тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңыздар.